Söz депутат Бейсенбаев Ержан Алмабекұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министр Бектеновке. Мемлекет басшысы Тоқаев өзінің 2019 жылғы алғашқы жолдауында туризмді, әсіресе экотуризм мен этнотуризмді дамытуға экономиканың маңызды саласы ретінде баса мән беру қажет. Туризмді дамыту үшін қажетті инфрақұрылым жүргізуді, соның ішінде жол салып, білікті мамандар дайындауды қамтамасыз ету керек деп атап өткен болатын. Бұл мәселені президент 2023 жылғы жолдауында осы маңызды саладағы жұмыс дұрыс атқарылмай жатыр. Еліміз басқа мемлекеттермен салыстырғанда артта қалып келеді деп үкіметті тағы да сынға алды. 1992 жылдан бері бірінші туризм туралы заң қабылданғаннан бастап, туризм саласын дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламалар қойылған мақсаттарына жетпей жатып, келесі қабылданып отырды. Енді міне соңғы құжат үкіметтің 2023 жылғы 28 наурыздағы қаулысымен туристік саланы дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы бекітілді. Бұл концепциямен танысу барысында президентіміз қойып отырған туризм саласындағы нақты мәселелерді шешетін құрал көріп отырған жоқпыз. Әлемнің көптеген мемлекеттері агротуризмді дамытудың өзіндік жолдарын қалыптастырып, бүгінгі күні үлкен пайдаға кеңеліп отыр. Себебі ауылдық туризм әлемдік туристік индустрияның ең қарқынды дамып келе жатқан саласы. Қазіргі таңда агротуризм Еуропада кеңінен таралған құбылыс болып отыр. Әр жыл сайын Италия, Франция, Испания бірнеше миллион агротуристерді қабылдайды. Ресей мен Беларусь елдері де туризмнің агротуризм сынды табысты түріне айрықша көңіл бөлуде. Әрі оны жан-жақты қолдап дамытуда. Ал қазақ ауылдарында бір киіз үйді құрып жіберіп, балдай қымыз сапырып, бауырсақ пен қазы қарта ұсынып, май шайқау, көбе ұстау, қымыз пісу сынды дала дәстүрінің дара салтын көрсететін керемет мастер-класстар өткізуге болар еді. Оған ат бегілік, құс бегілік, өнерді қосса, қазақтың домбырасын көмірлетіп, қоңыр әнін әулетіп, арнайы бағдарламалар ұйымдастырып, шетелдік туристердің экзотикаға деген, отандық туристердің қызықты демалысқа деген үлкен сұранысын қанағаттандыратын тур өнімді жасап шығаруға кең көлемде мүмкіндік берер еді. Жалпы алғанда Қазақстан Республикасында агротуризмді дамымаған сала ретінде сипаттауға болады. Көрікті жерлерде орналасқан ауылдық аймақтардың көбі ауылдық туризмді дамытуға қажетті барлық тарихи, мәдени ресурстарға ие. Бірақ бұнда сол ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін агротуризм инфрақұрылымы жоқ. Сондықтан да шетелдік тәжірибені оңтайлы қолдану бұл өңірдің болашағын үшін аса маңызды. Себебі агротуризмді дамыту өңірдің туристік ресурстарының тиімділігін арттырудың басты кепілі болмақ. Сонымен қатар, осы саланы дамытудың арқасында ауылды жерлерде жаңа жұмыс орны ашылып, ауыл халқы өзінің туған мекенінде еңбек етуге мүмкіндік берер еді. Қазіргі уақытта Қазақстанда агротуризмді дамытуға мүлде шешім таппаған проблемалар орын алып отыр. Біріншіден, нормативтік құқықтық базаның жоқтығы. Президент жолдауында және жоғарыда аталған туризмді дамыту тұжырымдамасында белгіленген осы сала басқа ешбір заңнамалық актілерде өз көрінісін таппай отыр. Тіпті салалық туристік қызмет туралы заңда бұндай ұғым мүлде жоқ. Ал жер заңнамасы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде салынған туристік құрылыс нысандарын заңдастыруға жол берілмейді. Яғни, ондай нысандар несие алуға да кепіл бола алмайды. Екіншіден, агротуризмді ауыл шаруашылығынан бөлуге келмейтіндігін атап өту қажет. Агротуризм, туризм және ауыл шаруашылығы салаларын бірден қамтиды. Алайда, туристік субъект болып есептелетін шаруа қожалығы ауыл шаруашылық субъектілеріне берілетін мемлекеттік қолдаудан тыс қалады. Керісінше, туристік сала бойынша қолдауды шаруа қожалығы да ала алмайды. Сондықтан, агротуризм саласын дамытуға арналған бағдарламалық құжатты әзірлеуге туризм және спорт министрлігі, ауыл шаруашылық министрлігімен бірге тізе қосып қатысу керек деп есептейміз. Жоғарыда баяндалғанды түйіндей келе, құрметті Олжас Абайұлы, агро, эко, этнотуризм саласын дамыту мәселесін қолға алып, туризм және ауыл шаруашылық министрлігіне салааралық қарым-қатынасты үйлестіру бойынша іс-қимыл шараларын жоспарын әзірлеуді тапсыруыңызды сұраймыз. Бұл құжатта
шетел тәжірибесін пайдалана отырып, қолжетімді несие, қаржылай және гранттық көмектер, салықтық жеңілдіктер сияқты мемлекеттік қолдау шаралары түсінікті түрде бюрократиялық